Бұл жер шарында қазір сол аузын жауып сөйлеген сөз үшін, жазған жазбасы үшін, айтқан ой үшін сотталатын ел Солтүстік Корей, Қытай, Ресей, Қазақстан. Солтүстік Корей, Қытай, Ресей, Қазақстан. Бүкіл дүние жүзінде қазір еркіндік жалпыласты. Адамдарда демократия дейтін құндылық қалыптасты. Бүкіл дүние жүзі еркіндікке, ашықтыққа, жариялыққа бар жатыр. Неге? Телефон жалпыласты, интернет жалпыласты. Адамдар демократия дейтін заттың пайда екенін білді. Қай жерде идеяға құрсау жоқ, еркіндікке, теңдікке құрсау жоқ болса, сол жердің экономикасы өсетінін білді. Неге? Адамның фантазиясы дамытады өмірді. Ал барлық жерде байлықты бір топ меңгеріп алған бір жауыздар. Бүкіл ресурсты солар ұстап алған. Әкімшілік билік, қаржылық билік, финанстық билік, баспасөз билігі бәрі соның қолында. Ешкім оған қарсы сөйлей алмайды, сөз айта алмайды, сынай алмайды, пікір білдіре алмайды, мынауың қалай дей алмайды. Аузын ашса сотталып кететін елде экономикада құриды, саясатта құриды, адамдық құқықта құриды, халықаралық беделде құриды, инвестиция, тапқырлық, жаңалық ашу бәрі құриды. Адамдар деградацияға, кері шегінуге кетеді. Жастар өз-өзіне қол жұмсайды. Тек бір ат төбеліндей ұры-қарылар ғана шексіз байып, іріп-шіріп, бала-шағасы адамның ақылы келмейтін деңгейде байып, ақшаны суша шашып жүреді. Ал қарапайым ел жүн жеп, жабағы ішіп, арқеті арша, борбайеті борша болып тентіреп кетеді. Бұл міне осы зұлым елдердің зұлымдығы. Зұлым елдердің зұлымдығы. Не көрдіңіздер ме?